Жастардың ішінде мен көбінесе осы сөзіммен таниды екен, таза киініп ал, машинең таза болсын, өзің краш болып жүр деп, жоқ адамдарға білдірме, еңсеңді түсірме. Машина киініп ал, жақсылап тұрып сақалды қой, машинең тап-таза мініп жүр, ал проблемаңды Аллаға айт. Бірақ құрметті оқырмандар, айтарым, ондай краш болып жүру үшін біздің табысымыз болу керек. Мен қазір 40-тан астым да. Мен сияқтыларға өте ме мына курстарыңыз? Қанша тауып жатса ай сайын? Оборот 500 мың да, күндіктің сонда 15 миллион былай. Actually, I don't know what to say деген сияқты, бір анау лимон шайнап атқан сияқты болып тұрсың дейді. Ал сіз жаңадан бастап жатсаңыз, нөлден бастап жатсаңыз, сізге үйден Инстаграмға кіріп реклама жіберу, жарнама жіберу, ол оңай. Алла үшін біреу берсең, Алла оны 10 есеге қайтарады саған дейді. Ассалаумағалейкум, біздің YouTube арнамыздағы тұрақты оқырмандарымыз, көрермендеріміз. Мына өздеріңіздің сұраныстарыңыз бойынша мына Жанұя кітабымыздың 3-ші басылымы шықты. Төмендегі сілтемеге өту арқылы менің көмекшілерімнен толық ақпарат алатын боласыздар. Осы кітапты қолдарыңызға тиіп, осы кітапты оқып, жанұямызға жылылық, берекет келуін Алла нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мынау әрдайым арнамызда айтып отырамыз өздеріңізге, 4 қоламыз тең болсын. Құстың 2 қанаты тең болғанда ғана керемет самғайтынын айтамыз. Дәл сол секілді біз адам баласы өмірде адамдық миссиямызды еркін орындап жүру үшін біздің 4 құбыламыз тең болуды көп айтамыз. Енді бүгінгі құбыламыз бұл кәсіп, табыс табу көзі. Енді бұны тек қана сол мамандардан барып сұраңыздар, солармен көп кеңесін тыңдаңыздар деп айтып келе жатырмыз. Дегенмен сіздердің осы оқырмандарымыздың жазуын бәрін ескере отырып, біздер бүгін арнайы осы кәсіпкерге арнайы өздерінің осы кеңсесіне келіп отырмыз. Ал кеттік. Ассалаумағалейкум. Айбек бауырым. Алла берекет берсін кәсіптеріңізге. Мынаны тағы болайық Айбек. Мына дауысымыз анық естілу үшін. Енді құрметті тыңдармандар, көрермендер, мынау Айбек деген бауырымыз жас болса да, бас болып, азаматтық қылып, қазіргі таңда осы мынау кәсіптің қазіргі күндегі анау шыңы шет мемлекет, Американы айтамыз, Европаны айтамыз. Мен өзімді Америка барған кезде мен көрдім, тілден өте қатты қиыншылық көрдім. Бұл ағылшын тіл деген нәрсе өте қажетті дүние екендігін кәдімгідей өзім басым тасқа тигендей болып, ғибрат алып қайтқан жағдайым бар. Мына біздің келіп отқан жалпы кеңсеміз, құрметті оқырмандар, бұл мынау жазылып тұрғанда Space English, яғни ағылшын кеңістігі ма, солай ма аталуға? Яғни ағылшын тілін үйрету орталығы. Дәл осыны курс қып сатып жатсыздар ғой, да? Иә, онлайн оқытамыз. Міне, демек соны тіл үйрену арқылы біз кәсібімізді тетіктерін шетелге барып, Европаға барып, олардың кәсіпкерлерінен үйрену үшін не керек бізге Айбек? Тіл керек екен, да? Мен керемет қазіргі таңда осы қолға алып, соны адамдарға ағартушылық жасап жатқандарыңа Алла берекет берсін Айбек. Бәрекелді. Рахмет. Енді Айбек бауырым, біз әрдайым айтып отырамыз, Алла Құранда айтқан фассалу ахил зикр, әр саланың мамандарынан сұрандар. Оны қазақ айтады, шымшық сойса да, қасапсыз сойсын дейді ғой. Біздің де өзіміздің кәсіптеріміз бар, айналысып жүрген. Бірақ бір адам баласы өмірде бүткіл кәсіппен айналыса алмайды. Мынау енді ағылшын үйрету орталықтарыңыз бұл кәсіп қой. Солай ма? Бұл сіздің кәдімгі кәсібіңіз. Енді айтыңызшы, жалпы осы оқу ағартуын кәсіпке айналдыру арқылы сіз қазір табыс тауып отырсыз. Солай ма? Қанша тауып отырсыз ай сайын? Енді ай сайын әр кезде әртүрлі. Жалпы бізде көбіне күндікке байланысты болады. Бізде күніне қазір мысалы 500 мың не бар. Оборот 500 мың да, күндіктің сонда 15 миллион былай. Айына? 15 миллион оборот болады. Өткен мен ақшадан бастаған Айбек, шыны керек, біз біреудің ақшасын санаған жақсы көреміз ғой. Өткені жастардың ішінде мен көбінесе осы сөзіммен таниды екен, жаңағыдай не таза киініп ал, машинең таза болсын, өзің краш болып жүр деп. Бірақ құрметті оқырмандар, айтарым, ондай краш болып жүру үшін біздің табысымыз болу керек. Абай атамыз айтқандай, сыртқа жүніңді қампитып көрсеткенмен ішің қуыс қой дейді. Егер кіріс табысымызды осындай мамандармен реттеп алмасақ, қалай көрінеміз дегеніміз ғой краш болып.
Енді Айбек бауырым, демек мынау кәсіпті айына 15 миллион тауып жатсыз, Алла берекет берсін. Қанша жұмыскер бар мына жерде, көмекшілеріңіз? Бұл жерде негізі бізде 10 шақты кәдімгі отдел продажда 10 шақты адам бар. Қазір мынау көмекшілеріңіз сатып жатыр, бұл кісілер сатып жатыр. Негізі сату деген бір қызық дүниесі, басқалардың жұмысы таңғы 9-да басталса, бұл кісілердікі күндізгі бір 12-ден басталады. Сонымен кешкі міне 9-10-ға дейін сатылады. Бізде кәдімгі ауысыммен ауысатын кісілер бар. Негізі көбіне менің өзімнің студенттерім, мен өзім Қазақ ұлттық университетінде аға оқытушы қызмет атқарамын. Өзім білім берген тұста әрқашан айтамын, өзі бір команда жасағым келетін ғой. Сол бір дүниеге жетіп, қазір студенттермен команда жасап, сату бөлім жасап отырмыз. Сол кісілер қазір үздіксіз сатып отыр. Демек, біз осыған дейін тілді, оны бір білім, ол білім сатылмайды деп түсініп келдік. Кейде айтып жатады, білім неге ақшаға сатылып кетті деп. Негізінде оны айтып жүреміз, білім сатылмайды. Бұған кеткен уақыт, еңбек сатылады. Соның бағасы беріледі, құны беріледі. Енді қазір қарап отырсақ, демек, мынау қазір жалпы осы педагогика, сол білім беру саласына кетіп жатқан мұғалімдер, дәл өзіңіз секілді осы тілді дамытып, осылай қосымша адамдарға, балаларға үйрету арқылы соның ақшасын алып, осылай дамуға болатын жолын көрсетіп жатсыздар осында. Әрине. Мына жерде қазір мен көріп тұрмын, 4 көмекшілеріңіз отыр, бұлар қазір тікелей сатып жатыр. Солай ғой, дұрыс. Бізде күні бойы жиналады, таргеттен рекламалар жинады, жарнама. Мен түсінгенім, Айбек, бұл да өте жақсы бір жоба екен. Өйткені кейде мынау осы педагогика саласын жалақым жетпей жатыр. Әттең табысым аз болып қалды деп сол саладан басқа салаға өтіп жатқандарды мен көріп естідім да. Бірақ мен қазір қарап отырмын, өзіңіз әлі ұлағатты ұстаз болып шәкірт тәрбиелеп жатсыз. Бірақ қосымша сол өзіңіздің таңдаған тіл салаңызды қазір табыс табу көзіне айналдырып жібердіңіз да. Солай ғой? Жалпы негізі мына онлайндағы білім беру деген, мысалы бұрын ұстаз мындай адамдар болатын еді. Бір кісілер болатын еді. Ол кісілер бір аудиторияға адам сыйдырады да, сыйғаны сыйды, сыймаса қалатын еді. Қазір онлайн керемет мүмкіндік береді. Онлайнның беретін мүмкіндігі сізде шексіз мұғалімдер, оқушылар болады да, шексіз. Оған басты несі бөліп кураторлар дайындап қойсаңыз, сіздің біліміңіз тиімді болады. Қазір ана баллон жүйесі деген баллон жүйесі бар, Италияның банағы Болонья қаласынан шыққан ғой. Сол жүйе бойынша, мысалы бұрын ұстаздардың барлығы алғашқы мысалы 45 минут болса, соны 30 минут әңгіме қайталанатын әңгіме ғой. Оны неге біз запись ретінде түсіріп алып, соны қайталап, тек практиковать ететін жеріне келген кезде біз практиковать етпейміз дейді да. Айбек былай істеген. Қазір мынау тұрған кеңсеңіз үлкендігі қанша шаршы метр? Бұл 30 квадрат метр. 30 квадрат метрде неше адам жұмыс жасап жатсыздар? Бізде негізі 8 адам жұмыс жасайды. 2 адам онлайн жасайды, 8 адам өшеді. 30 шаршы метрде жұмыс жасайды. Бұл қазір жаңа айтқаныңыздай айында 15 миллион табыс табуға мынау қазір сізге жақсы болып тұр, жетіп тұр ғой. Или тарлық. Жоқ, енді қарсы бетті алып жатырмыз қазір. Демек, жаңадан бастап жатқан, дәл сіз секілді салаңызға келе жатқан қаншама мамандар бар да? Ағылшын тілін шетелде оқып келген қаншама қазақ жастары бар. Елге келіп алып, мүмкін басқа салаға олар қазір орнап жүр да. Бірақ оларда дәл сіздің салаңыз шетелде оқып келген болуы мүмкін. Оларда дәл осылай 30 квадрат метр шаршы метрді алып бастаса болады. Болады, әрине. Мына жерде компьютер нелерді мен көріп тұрған жоқпын. Бұл кісілер қалай жатыр? Қазір телефон ғой барлығында. Номерлеріне заявка келеді. Сол заявкамен өздері айналысып, блокнотқа керек нелерін жазады да, солай жұмыс жасай береді. Енді мынаны айтыңызшы, демек 30 шаршы метр кеңсені көрдік. Қазір бәрімізде қалта телефонымыз бар. Ол бәрінде бар. Және жаңағы жұмыскерлердің саны 8 ба? 8. Оларға жалақы былай общий жалпы шығын қанша кетеді? Жалпы былай, негізі продажа деген дүниенің қызық дүниесі пайыз бөледі. Пайызды онда сіздер ойлағандай қарам пайыз емес. Ол былай мысалы түскен пайданың бөлігін беріп отырасыздар. Мысалы 100-ден 15 бөлігін береміз біз. Мысалы 100-ден 15 бөлігі және бонустар болады. Ынталандыру. Айбек барым, жалпы мен Европада, Америка құрама штатында осымен 2 мәрте бардым. Алла берсе, биыл және 3-ші мәрте бару, соны ұйымдастырып жатырмыз. Ол жақта Айбектің дәл осыны көрдім. Осыны ма? Ол жақтарда мен байқағаным, жалақыға емес, осы түскен еңбектің табыстың жаңағыдай бөлігін келсе деген да. Сонда мынау сатушылар, жалпы көмекшілер, бұлар өзімнің жұмысым деп қанша көбірек сатсам, көбірек пайда көретіндігін солай дамып кеткен екен. Бұл сала бізге келді. Енді айтыңызшы, ол жақта мен байқағаным, мысалға бізде көп баяғы кеңестік дәуірден қалып қойған бір мәселе бар да. Таңғы сағат 00:09-дан
кешкі 00:06-ға дейін мына кісілер отыру керек деген. Сіздің Бірақ ол жақта ондай емес екен. сондай. Ол жақта бір белгілі, мысалы таңнан түске дейін ба бір жақсылап 2 сағат отырып береген деген сияқты, қалған уақытта былай өз Гибкий график уақыт. дейді. Сіздерде сондай ма уақыт қалды? Сіздерде сондай, мысалы көріп отырған мысалы 4 адам отыр ғой сіздің көзіңізде. Иә. Қалған кісілер мысалы үйінен сатып жатқан кісілер бар. Келе алмайтын болса, гибкий график үйінен де сата береді. Бұның несі мынау жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен дегендей, бұл дүниеде мындай нәрсе. Саттың ба, пайыз аласың, өзіңнің үлесіңді аласың. Сатпадың ба, алмайсың. Мысалы бізде Нұрайдың мысалы бір аптада миллион теңгеге курс атқан кездері болады. Мысалы аптасына 150 мың деген студент адам үшін ол өте үлкен мысалы қаражат қой былай қарасаңыз. А ол дәл сол стабильность ұстап отыратын болса, ол демек айына 600 мың теңге табады деген. Енді қараңыз Айбек, бәрекелді. Қазір күнде білесіз, кез келген саланың тіпті қазір мынау шаруашылықтағы мал бағып жатқан шопандардың өзі айтып жатыр да, кәдімгі малға қарайтын адамдар таппай жатырмыз дейді. Демек, маман тапшылық. Енді қазір сіз сияқты осы саланы меңгерген дәл осындай өзінің ағылшын тілін немесе басқа Қытай тілін, жапон тілін, түрлі тілдерді меңгерген жастар бар. Олар да осындай сатуға болады. Мына мамандарды қайдан табады ол кісілер? Мамандарды негізі қазір кез келген, мен өзім ойлаймын, студенттермен жұмыс жасау ыңғайлы. Негізі. Өйткені студенттерге ол қосымша табыс көзі болады. Және студенттердің бос уақыттары болады. Мысалы бұрын кезде ұстаз біз оқыған кезде, мысалы 2009 жылы түстім Қазақ ұлттық университетінде бакалаврға. Сол кезде түскен кезімде біздің қатардың жұмыс жасайтыны ол бір ресторандарда официант болу деген сияқты жұмыс еді. Қазір керемет. Мынау отдел продажда жұмыс жасауға болады, мысалы таргетолог болып жұмыс жасауға болады деген сияқты өте көп салалар бар қазір. Жаңадан ашылып жатқан. Негізі заман дамыған сайын жұмыс орындары азаяды дегенмен белгілі бір салаларда жұмыс орындары пайда болады да. Өйткені ол енді ризық беруші Алла ғой, енді өзіңіз білесіз ғой. Мынау мамандар енді жаңағыдай сіз келістіңіз. Иә. Әрдайым жанында жүресіз ба бұл кісілердің? Жоқ, бұл кісілерде мысалы рот деген болады. Отдел продажның руководитель отдел продаж. Мысалы бізде Нұрайым, ол кәдімгі біздегі болып жатқан процестің бәрін өзі бақылап отырады. Бұл жерде мынау бұрынғы Шыңғысхан заманында түмен басы, мың басы деп бөлінеді ғой. Сол сияқты роптар өзінің қол астындағы отдел продаждағы адамдарға жауап береді. Сату бөліміндегі мамандарға жауап береді. Мына орындықтар бұл енді қапшық не нәрсе бұл? Қапшықтар неғып тұрған қапшық десеңіз, мысалы адам отырып шаршап кетуі мүмкін ғой. Алды, міне болды. Мына позицияда жатып алып сата береді ұстаз. Бәрекелді. Бұл рахат енді, бұдан енді ыңғайлы. Негізі қазір байқайсыз ба? Жаңа Қазақстан десе. Жаңа Қазақстан ғой. Бұрынғы адамдар мысалы не еді ғой, бір офис дегенде қатып қалған дүние, жұмыс деген қатып қалған дүние еді ғой. Қазір бүкіл бизнестегі көзқарастар өзгеріп жатыр. Бизнестегі талап өзгеріп жатыр. Мысалы осындайлар жасап қойдық, бір офистің өзіне мысалы бесеу тұр, иә. Бесеу деген ол шаршаған уақыттарында жатып алады да, хабарласып не қыла береді. Бұл жерде бас сен сатсаң болды. Негізі анау адамдар бизнесте жүргенде активность пен эффективность шатастырады. Сол біздегі нәрсе, біз активность емес бізден сұрайтынымыз, бізден эффективность сұраймыз да, продуктивность сұраймыз. Активностьтен гөрі бізге продуктивность керек. Сол үшін осындай бір нелерді жасап қойғанбыз. Мысалы қажылыққа біз барғанға дейін қаншама сол қажылық адамдардың махаббатын оятып, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, сөйтіп 10 күн бойы бас қасында жүріп, қажылық сапарынан қайтамыз да елге. Бірақ барып келгеннен кейін сол қайтарда сол қажыларға мен айтам, біздің общий чатымыз бар. Сол чатқа сіздер тіркелесіздер, сілтеме жібереміз. Сол чатта аптасында мен дәріс жіберіп тұрамын сол жерге. Яғни жаңағыдай бізге ақша төлем жасаған сол қажыларымызды біз келгеннен кейін де тастап қоймаймыз да. Кейде басқа компанияның қажылары естіп алып, сіздердің чаттарыңызға қалай тіркелсек болады деп айтады да. Мен айтамын, оның бірақ шарты бар. Сіздер сапа турмен барларыңыз керек дейді. Сол сияқты сіздерде мына курстарыңызды алды, пайдаланды, қажетіне өтеді. Әрмен қарай тағы олармен сіздерде байланыс бар ма? Байланыс бар, ол парақша, Instagram парақша. Instagram парақшада Space English KZ деп парақша бар. Сол парақшада қажетті ақпараттар беріп отырамыз. Бір қызық дүние, мен қыздарға әрқашан ескертіп отырамын, және бізден курс алғандардың бәріне ескертіп отырамын. Білім саласында сізде ментор болатын адам бар деп ойлай беріңіз деймін да. Өйткені мысалы кейде біз нені бітіріп, мектепті бітіріп, бізге университетке түсетін кезде менімен ақылдасатын ата-аналар болады. Мысалы ойланып қарасаңыз, кезінде курс төлеген, кезінде бірақ әліге дейін мені бір аға тұтып, немесе болады ғой, бағанағы іні тұтып деген сияқты хабарласып, бағанағы өзінің баласына сұрайтын не болады, кеңес сұрайтындар болады. Сол үшін қазіргі таңда мен өзім университетте жүргеніме 6 жылдан асып кетті. Сол үшін ол бағана универге түсу бойынша, мысалы қандай мамандық таңдау керек деген профориентацияға байланысты бір кеңес беріп отырамын. Бұл мынау ИП-мен ба, тома сіздерде? ИП бізде. Сол ИП-мен кәдімгі заңды, кәдімгі Каспий мен несін қабылдаймыз, счетын оплату қабылдаймыз.
бағанағы бірден Каспийге салатын кісілер болады. Әртүрлі бұл бағанағы бастысы заңды түрде жұмыс жасаймыз. Мысалы бізде өзіңіз білесіз, упрощенныйда 3% қой. Мысалы біздегі 15 миллионнан, мысалы 10 миллионнан 300 мың болса 450 мың, былай қарасаңыз мемлекетке біз налог төлейміз, салық төлейміз. Жаңа Америкада мен байқағаным, мынау клиент дейміз ғой. Иә. Мен клиент әрдайым мынау орыс көршіден көріп естік қой. Клиент всегда прав дейді ғой. Бірақ мен соны Америкада көрдім. Американцтар да осы іске асырған екен. Олар да осы дәл сіз сияқты курсыңызды алады да, мысалға деп жатырмын. Или дүкеннен бір товарды алады да, кейін айнып жатса, үйіне барған екен, оны әйелі жақтырмай қалды ма, болады ғой енді. Қайттан кеп курсымызда қазір алмайтын болды деген кезде қайтара ала ма ақшаларын? 14 күн ішінде бізде еске жазып қойғансыздар ма? Жоқ, ондай не ондай емес. Бізде былай 14 күнге дейін бізде заңнама бойынша Қазақстанның бағанағы 14 күн бойынша кез келген клиенттің ақысы бар қайтарып беруге товарды. Сол сияқты бізде ол дүниеге бағынамыз. Солай жұмыс жасаймыз. Қайтарып беруден ешқандай проблема жоқ. Бірақ бір қызық не айтайын енді ұстаз. Мысалы бізде көп мен кәсіпкер достарым бар да. Оларда мүмкін чек үлкен болғаны үшін дейін бе, бір не болады оларда. Возвраттар көп болады. Белгілі бір пайыз возвратқа алады. Бірақ менде возвратқа арналған, шынымды айтсам, возвратпен басымды қатырмаймын. Өйткені біз халыққа ыңғайлы бағаны қойып қойғанбыз. Оның өзіне өзіңіз не болдыңыз, түрткі болғансыз. Өйткені өзіңізбен алдыңғы кездесуде, мысалы, алдыңғы кездесуде екеуміз сөйлескен кезде мен ол кезде 89-ны 120 мыңнан сататын едім. Сөйтіп сіз енді бағанағы рассрочканың туралы бір не бергеннен кейін менде бір адамда болды Азамат Паисия деген. Содан бастап біз кәдімгі 89-ға сатқан курстарымызды 15 мыңға саттық, 120 мыңнан сатып келіп жатқан курстарымызды 25 мыңға беріп жатырмық. Енді ол бір рет қана төлем. Айбек, мен бір риза болғаным, мына жерде біздің діни қара шаңырағымыз КМДБ, Қазақстан мұсылман діни басқармасының уақып деген қоры бар да. Мен осы қор жаңа келгенде бірден көзім түсті. Демек, мына уақып деген бұл кәсіпкерлер осы елімізде осы қорға башқаңыздар тапқан табысын жаңағыда бір бөлігін беріп, осы қорды қолдап жатыр да. Содан мен риза болып тұрғаным, сіз мияқтан әрі өзіңіздің еңбегіңізді бағаландырып, адамдардан табыс тауып, нерде қаншама шәкірттеріңізге, көмекшілеріңізге ақша алып келумен бірге, мына уақып қорында қолдап жатыр екенсіздер. Бұл өзі қорда Азамат Әбдікерімов деген азамат келіп, қор туралы таныстырды. Біз өзіміздің кәсіптің обороттан 1%-ін беріп отырамыз дедік. Мысалы, обороттан ұстаз бағанағы 15 миллионның 150 мың теңгесін мен берем. Ай сайын. Ай сайын. Ол өйткені бұл өзіміз үшін жақсы. Негізі мынау садақа жасайтын кісілер кейде жасайды жүйе болмай қалады ғой. Бұл бір жүйелі түрде соны беріп отқанға бір керемет не болады. Өзіміз үшін бір стимул ғой былай келген кезде. Алла берекет берсін, Айбек бауырым. Риза болып мынаны көрдім. Рахмет. Демек, әр кәсіпкерде осы нәрсені мен қолдауға кеңес берем. Өйткені Алла жалпы Алла үшін біреу берсең, Алла оны 10 есеге қайтарады саған дейді да. Соны амал істеп жатыр екенсіздер. Енді Айбек айтыңызшы, мен қазір қарап тұрмын, мына кісілер қазір сатып, керемет қазір жұмыс жасап отыр. Бұл мен қазір 40-тан астым да. Мен сияқтыларға өте ме мына курстарыңыз? Жарайды, әрине жарайды. Былай курсты таныстырып кетсем. Қалай қарайсыз? Мысалы, айтыңызшы, курс жайында жалпы кімдерге арналған бұл? Жалпы былай. Біздің курстар ұстаз бір қызық не, жалпы онлайн курстар асинхронды, синхронды бөлінеді. Асинхронды деген ол уақытқа тәуелсіз. Мысалы, сізге дайын видео және тест тапсырмалары берілгеннен кейін, сізде дайын видеоны сіз кез келген уақытта көре аласыз. Және ол жай ғана не емес, мысалы байқасаңыз, мынау Мақсат Дүйсенбаев деген азамат. Мына жүріп тұрған азамат. Бұл азаматтың ерекшелігі Оксфорд сөздігі деген сөздік шықты. Кәдімгі бүкіл әлемнің мықты деген тілдердің барлығында Оксфорд, ағылшын, орыс, ағылшын, қазақ деген сөздіктер болады. Бұл сол сөздікті құрастыруға қатысқан адам. Енді деңгейін түсініп отырсыз ғой кәдімгі. Ол қазақ тілді адам еще. Енді сол кісі бізде Манчестер университетін бітіріп келген, IELTS 8,5 алған, негізі 9 ғой. Соны одан кейінгі деңгей 8,5. Сол ешқандай дайындықсыз барып 8,5 алған жігіт ғой. Енді деңгейі сондай жігіт. Енді айтыңызшы, мысалы мен балаларымда мектепте қосымша ағылшын курстарға қатысып білім алып жүр да. Тек қана мен бала емес. Кез келген ата-ана. Жалпы қазір кез келген ата-ана сол балаларының ақшасын төлеп ағылшын курстарына беріп жатыр. Мұна сіздердің курстарыңыз бұл мектеп
жасындағы балаларыма, яғни болашақта тестке дайындайтын ба, немесе мектеп бітіргеннен кейін жоғары оқу орындарында да ағылшын бар. Мысалы мен Аляскарда, Мысырда оқыған кезде баяғы мектептегі оқыған ағылшынның өзі шамасы жетпей қалды. Өйткені университеттегі ағылшын біздегі экзамендерді мен көріп отырмын. Сөйтіп мен де ақша төлеп шетелде жүрсем де, Аляскарда, Мысырда, ағылшын курстарға қатысып, сөйтіп бегинер үшеуін бітіп, элементary үшеуін біткенде барып, осы элементary бітіргеннен кейін арғы кішкене кітаптарын, грамматиканы көріп алдым да, сөйтіп солардың діни, Аляскарда келетін діни ағылшын нәрсенің бәрін теорияларын қарап, экзаменнен жақсы өткенмін да. Керемет. Кейінгі шәкірттерге де соны үйретіп жүрдім. Енді сіздердің мына бағдарламаларыңыз бұл, мысалға жаңа айтып жатқандай біздің жалпы төрт құбыламыз кәсіпкерлер ғой. Мысалы мен де өзім қызып әрдайым сіздіңіз алғам курсыңызда. Америкаға барған кезде сонымен қиыншылығын көргендіктен. Енді келесі барғаныма шейін осы курсты барынша дамытып та. Бірақ енді жаңа айтқандай өзімнің кәсібіне қатысты сабаққа жеткен жоқпын. Түсінікті ұстаз. Бірақ осылай бара берсем, ол бар ма дегенім ғой. Бар. Ұстаз қараңыз. Біздің ерекшелік мынада. Негізі адамда күнде трекинг жасап отыру керек та, оқып жатқан дүниесін, сол үшін міне күнделікті ағылшын деп атадық, daily English. Бұның айырмашылығы мына күнделікті адамға нагрузка беріп отырамыз. Бір дегеніміз бірінші күн орындайтын сабақтар. Екі дегеніміз осыны. Дәл осылай бізге алғашқы 2 деңгейді меңгеру үшін 30 күн бердім. 30 күнге сабақ дайындап қойдық. Ол сабақтардың ерекшелігін айтайын енді. Ағылшын тілі курсының ерекшелігі, мысалы грамматикада to be деген тақырып жасасақ, көбіне адамдар ойлайды бір онлайн білімді, кәдімгі бар білімді онлайнға ауыстыру деген видео түсіру деп ойлайды ұстаз. Негізі менің мысалы бір осы онлайнға келгенге дейінгі дүнием, мысалы не істедім? Негізі онлайн деген видео түсіру ғана емес. Мен мысалы мына Московский физико-технический институттың осы теория и практика создания онлайн курс деген курсынан өттім. Одан кейін біздің Қазақстанда Эрик Сотла деген ол эстониялық ғалым, сол кісінің онлайн курстар жасау туралы курсында өттім. Содан кейін барып мен онлайнға келдім. Өйткені жай ғана сұрақ қоюдың өзінде ережелер болады. Иә немесе жоқ дегенмен вариант беру. Вариантты бересіз, егер адамдар қай кезде қателесіп кету, шатасып кету мүмкін. Иә жоқтың қызметі утверждение, яғни сіз ішіңіздің жүрегіңізден иә немесе жоқ екеніне толыққанды сену. Сол екеуінің өзінде варианттың өзінде не істеп отыр, айырмашылық бар. Кейде сұрақ қойғанда 4 вариант берсек болды деп ойлайды да, оның әрқайсысының өзінің рөлі бар. Мысалы, енді біздегі ерекшелікті қазір көрсетейін. Мысалы, міне to be деген тақырып, бұның жасау үшін де бізде монтажға өте көп күш бөлінген. Мысалы бізде білікті мамандарды алып монтажында жасап шыққанбыз. 1 секунд. Осының бәрін әжелерін бәрін қырқып. Наз сіздікін қосайын онда, Былайда мектепте жаңағы бір сыныптасымыз ағылшын беретін апайдан сұрақ қойған еді да. Қайырлы құрмет деп. Апай, ағылшын тілі бізге не қажеті бар? Сөзі жаңа апайдың айтқан жауабы, қайта киген киімдердің этикеткасын біліп жүресіңдер, ағылшын не деп жазылып тұрған деп айтқан еді да. Бірақ кейін есеп шетелге шыққан кезде біз көрдік, бұл ағылшын тіл деген әлемдік тіл ғой бұл. Негізі көптеген ғылым, білім бәрі осы тілде жазылған екен. Сол үшін соның кілті деп білемін де мен мынаны. Ағылшын тілін. Ағылшын тілін бір қызық дүниесі ұстаз. Енді мен өзім түрік тілін оқыдым кезінде, мысалы, енді орысша білеміз, қазақша білеміз. Бұлар соншалықты деңгейде, тілді, техникалық деңгейде дамытып жіберген, бір айтқысы келген ойды қысқа ғана жеткізе алады да. Негізі тіл қанша дамыған сайын ол бір қара сөзбен шұбарлану емес. Ол техниканың тіліне айналғаннан кейін аз сөзбен көп мағына беру, немесе аз сөзбен бір айтысы келгенін жеткізу да. Вот осы жағынан бұлар кетіп қалған ғой, дамып кеткен. Мен осы жағынан мен таңғаламын кейде. Мына кітаптарды оқып отырасыз ғой. Мен мына ойды орыс тілінде қалай берді екен деп таңғалып отырмын да. Мен Айбек жаңағы сұрағандай, қазір Аллаға шүкір жан-жақтан мына Қытайда мысалы ашылып кетті қазір виза жоқ арада. Әлемнің көптеген мемлекетінде қазір виза жоқ мемлекеттер бар. Мысалы Дубайға барып жатыр, екінің бірі Қазақстан. Ол жаққа барған кезде де, мысалға мен араб тілін қанша жақсы білсем де, Дубайға барған кезде араб тілін түсінбейтін адамдар жүрді ана жерде. Қонақүйге түссең, сырттан келіп жатқан индустар, басқалар, ол араб тілін түсінбейді ол кісілер. Оларға ағылшынша сөйлесу керек та. Сол сияқты бұл жалпы ағылшын тілін, мысалға қазір 50-ге таяп қалған, мүмкін 60-ға таяп қалған кезде барып, қой анау Дубайға барып, немесе Қытайға барып келейін деп бір ағамыз тез арада ол ағылшын тілін
Қанша уақыт үйренуге болады бұл нәрсені? Бізде енді ересек адамдарға. Ересек адамға daily English дейді ғой, күнделікті. Иә. Күніне бір 20-25 минут уақытын бөледі. Сөйтіп күнде біз берген нагрузканы аяқтайды 20-25 минут арқылы. Сөйтіп 30 күнде алғашқы 2 деңгейде аяқтауға болады. Енді адам фантастика айтып жатыр деп ойлауы мүмкін, 30 күнде қалай деп. Енді қараңыз ұстаз. Мысалы жай ғана курстарға баратын болса, аптасына 2 рет барады. 2 рет барды дегеніңіз ол айына 8 рет барды деген сөз. Енді біздегі мысалы 30 сабақты 32 деп ойлайтын болсаңыз, ол уже сонда 4 ай курсқа барған болады да сонда. Түсініңіз ғой? Мысалы 8-ден есептеген кезде, мысалы айына 8 курсқа барса, 8 жердегі 4-дің сонда 4 айлық курстың несін күн сайын үйренетін болса, не істейді? Ақтап шығады сол кезде. Математикасы осы. Кейде мысалы мысалы аптасына 2 рет курсқа барасыз, немесе аптасына 2 рет барған адам айына 8 рет барады. Ол дегеніміз біздің бір аптада, яғни бір апта бір күнде 8 күннің сабағын орындайды. Енді қараңыз, курстың ерекшелігін таныстыра кетейін. Құрметті үйренуші, жағдайыңыз қалай? Мысалы сізге to be деген тақырып. Бұл тақырып to be, яғни болу етісін өтеміз. Көбіне to be тақырыбын қай кезде қолданамыз? Негізі to be-ді I am a teacher, мысалы мен мұғаліммін, яғни бір адамның мамандығын айтатын болса қолданамыз. Яғни бірінші жері мамандықты айтқан кезде қолданамыз. Екіншісі, яғни мен 26-дамын, яғни адамның жасын айтқан кезде қолданамыз. Ол екінші жағдай. Үшінші жағдай, біреу бір жерде екендігін айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, I am at home, яғни мен үйдемін деген мағынаны береді. Қараңыз, енді мына 3 жағдайды біліп алдыңыз. Бұл грамматика сабақтары, иә? Біздің бір сабақтардың ерекшелігі не бір-бірімен байланысты жүйелі. Мысалы, грамматикадан to be-ді өтті. Бағана айтқан кезде не деді? Үш жағдайдың біреуінде адам мамандығын айтқанда деді. Және эмоциясын айтса, мына жерде мамандығын айтқан адамдарға мамандықты үйретеміз да. Сонда екеуін құрастырып үйренеді. Бүгінгі грамматика сабағында біз to be тақырыбын өткеніміз үшін to be-мен жүретін сөздерді өтетін боламыз. Жүйе да. Демек, жаңағыдай мен түсінген 3 бағытта мектеп оқушыларды алып жатыр өзі. Иә, үлкен кісілерді алып жатыр. Үлкен кісілерді жаңағы кәсіппен және студенттерді алып жатыр. Студенттерді алып жатыр. Иә, өйткені студенттерге не үшін керек? Бұл магистратураға түсу үшін керек. Аз уақытта. Демек, белгілі бір мамандық мектеп оқушысы университет қана емес, ә? Жоқ, шектелмейді. Бір қызық не бар бізде, кез келген нәрсенің, мысалы болып жатқан дүниенің, мысалы үйретіп жатса, не үшін емтихан деген нәрсе бар дейді ғой универде. Өйткені адамның үйренген, үйренбеген дүниесінің соңында шешім шығарды, мысалы жауабын алу. Бұл бала үйренді ме, үйренбеді ме деген сияқты. Біздегі сондай бір дүние, мысалы бізде 6 сынып, 5 сынып балалары нешқа дайындық барысында оқиды біздікін. Және керемет нәтиже көрсетеді. Назарбаев зияткерлік мектебінде түсу барысында. Ол көп ата-анадан менде отзыв бар, мысалы, кері байланыс бар. Екінші студенттер магистратураға дайындалған кезде бізде Бағдәулет Баймаханұлы деген жігіт бар, сұңқарды, басқарды кәдімгі активист студент болған. Сол жақындағанда хабарласады да, мен үйренуім керек деп. Сөйтіп мен осы курстарымды алды, сөйтті да үйренді. И ол да кәдімгі 50-ден бір керемет нәтиже шығарып, кәдімгі магистратураға түсті. Ол екі. Одан кейін қазір менің қуанатын бір жағдай бар, жасы үлкен кісілер білімге кәдімгі ден қоюда. Сөйтіп мен сөйлескен кезде сұрайын, бағана болады ғой, кейде бағана қыздарға өзім қызығып алып номер беріңдерші көрейін. Сөйлескен кезде мындай бір қызық дүние бар. Үлкен кісілер де дамығысы келеді, үлкен кісілер де шетелге шыққысы келеді. Заман қазір бұрынғыдай бағанағы шекарамен шектеліп қалмайды, былай қарасаңыз. Сөйтіп оларға да керемет нәтиже беріп жатыр. Мысалы маған кімдердің айтатын дүниесі, үлкен кісілердің айтатын дүниесі, осылай оңай түсіндіретін, біздің үйренген кезде осылай оңай түсіндіретін дүние болмады деп айтады да. Сол үшін біздің арқылы енді қараңыз ұстаз. Бағанағы үйренген to be тақырыбынан не істейміз? Енді мамандықтар үйренеміз. Мына қараңыз. Jobs деген ол жұмыс деген мағына береді. Қараңыз, мысалы мына уже үйреткен кезде не істейміз? Мысалмен беріп отырамыз. Сөз жаттау дегенде адамдар ойлайды, сөздің бөлек күйінде жаттау деген. Ондай емес қой. Сөз жаттау дегеніміз сіз сөйлемде қолдана алу деңгейіне дейін жаттау. Мысалы, бару деген сөзді сіз алдыңыз, бару деген жаттап алыңыз, айтасыз да, бару деген қазақша мысалы деген go деген мағына деп айтасыз. Бірақ сөйлемде қолдан мысалы десе, мен бару деп қолданасыз ғой. Ал енді сөз үйреніп жатқан адам болса, ал мен барамын деп, яғни сөйлемде қолданып үйретеміз. Мысалы мына жерде dentist деген сөз. Дәрігермін. I'm a dentist. Енді менің әкем тіс дәрігері болса, my father is a dentist. Енді осы жерде сұрақ пайда болады. Неге is болды? Өйткені my father дегеніміз ол he, яғни ол. Мысалы бұл бір қызық дүние, мысалы ағылшын тілінде to be болғандықтан үшінші жаққа әрқашан өзгеріп отырады. Сол әрқашан бір беріп отыруым үшін тілдегі ерекшелік. Мысалы ұстаз біздің үйренушілердің көбісі мән бермейтін дүние, менің машинам бар. Меніңмен басталып тұр ғой. Ол I have a car болады. Бірақ менің папам дәрігер дейтін болсақ, мысалы деген сөз, my father is a doctor. Сонда басындағы менің машинам бар деген I have болып кетті, айдан басталды. Ал енді менің папам дәрігер деген кезде маймен басталып кетіп жатыр. И қазақтар не істейді, осы жерде когнитив диссонанс басталады ғой. Менің еді екеуі де, біреуінде айбамен басталып жатыр, біреуінде маймен басталып жатыр. Сондай моменттерге түсіндіріп тесттерін жасап қойғанбыз. Енді қараңыз ұстаз, екіншісі сөзді жаттадық.
грамматиканы өттік. Бұл бір күннің несі, нагрузкасы. Енді одан кейінгі дүние мына бір методиканы айтқым келетін еді. Бұл шетелдікпен жасалған методика. Кәдімгі американка өзі бағанағы сертификатталған мұғалім. Бірінші біздегі дүние ол көлеңкелі әдісі, шәреуен әдісі. Бұның ерекшелігі мынада. Hello, may I speak to Sultanat, please? Қайталап көрейік. Hello, may I speak to Sultanat, please? May I speak to Sultanat, please? Hello, may I speak to Sultanat, please? This is she. How's it going? This is she. How is it going? Енді тілді жаттықтырып болдық. This is she. Енді адам тілін жаттықтырды. Өйткені тіл сындыру ғой бұл тіл үйрену дегеніміз. Енді ары қарай не істейді? Жасанды спикинг жасайды. Вот жасанды This спикинг is мындай. an Жасанды I спикинг say, you say, listen. I will say red, you will say green. Мен қызылын айтамын дейді, сіз жасылын айтасыз. Кет. Hello, may I speak to Sultanat, please? This is she. How is it going? Бағана мен бұл сөзді тілін жаттықтырдым. Енді қайталап жатырмын. Көрдіңіз ғой? Негізі ұстаз Ана кісімен диалогқа шықтыңыз диалогқа шығып жатырмын, қарасаңыз. Енді біз не сөйледік деген дүние тұрса, астынан төменгі жағына аударманы беріп қойдық қой. аудармасымен. Бұл нені білдіреді? Бұл бірінші сабақтан бастап адамның спикингге енуіне көмектеседі. Біздегі жасалған дүние осы. Біз анау жаңа айтып жатқан балаларымыз кейде мектептен шығып, кейде қаланың мына жағында болып жатады да. Иә. Мыналарыңыз қазір ешқайда барудың қажеті жоқ. Сіздерден курсын алды, жүктеп алды, өзінен ыңғайлы уақытта, қарап отыра береді. Онлайн ғой? Қарап отырады. Онлайн. Енді ұстаз бір қызығы, мысалы адамдар онлайн дегенге ойлайды екен. Келіп осы жерден біраз бір неден өткізіп барып бересіздер ме? Жоқ, онлайн. Онлайн береді. Енді бір қызық дүние айтайын ұстаз енді. Біздегі бір ерекшелік, адам бағана емтихан деген дүниеміз оқыған дүниенің мысалы оқымағанын білдіру болса, 5-ші сабақтан бастап бізде куратордың ісі қосылады. Мысалы WhatsApp-қа жазу деген тұр ғой. Осыны басып қаласыз, WhatsApp-қа жазуды. WhatsApp-қа басуды жазып қалсаңыз, WhatsApp-тан бағана біздің кураторға жазады. Сіз аудио түрінде сіз мыналарды оқып жібересіз, и ол кері, мысалы сенің произношениеңде мындай нәрсе дұрыс емес болды. Сенің произношениең кәдімгі кері байланысты. Демек мамандарыңыз өздеріңіздің алып жатқан, тұтынып жатқан жаңағы клиенттеріңізден байланысты екен ғой. Байланысты. Мүмкін ол қате оқып тұрған шығар мүмкін, сол үшін кәдімгі тілі әлі мүмкін басқаша шығып тұр. Соны тыңдап, ар жақтан жауап беріп тұрасыз да. Кәдімгі аудио түрінде кәдімгі. Мысалы қараңыз, 5-ші сабақ жасап қойдық, мысалы деген, 7-ші сабақ жасап қойдық. Ойланып қарасаңыз, бұның барлығы не? Бас-аяқ неше сабақ? Бұл алғашқы 2 деңгейге 30 сабақ жасағанбыз. 30 сабақ. Сол 30 сабақ бағасы қанша дедіңіз? Қараңыз, біз енді бір сіз алдын айттыңыз ғой, елді рассрочкаға тықпайық, елге қымбат көрсетпайық дегеннен кейін біз бағаны түсірдік ұстаз. Бәрекелді. Керек десеңіз, қолжетімді баға. Қолжетімді баға. Тоқтатыңыздар. Өйткені андай нәрсе. Біз ана қазақ дейміз, патриоттық дейміз, азаматтықты көрсететін бір момент, ол сенің бағанағы қолыңда бар дүниемен көмектесе алуың, жағдай жасай алуың. Мына бір дүниені ұстаз, мен сізге дәлелдеу үшін көрсете аламын. 120 мың теңгеден саттық. 89 мың теңгеге саттық. Бірақ елдің көбісін төлем жасаған кезде байқасақ, каспий рассрочкамен төлейді екен. Мынау өткенде бір әріптесім айтады, осы Алматы Арбита мешіт бар ғой. Сол Арбита мешіттің алдында түскі уақытта бүйтіп қарап тұрып көзім түсіп қалды дейді да, жаздың күні. Ана құлпына пісетін кезең, көктем уақыт қой. Қарап отырсам, енді мынау саудада деген мына көрші өзбек ағайындар кішкене алдында ғой бізде. Қарап отырсам, бір қазақ кісі және жанында көрші бір өзбек азаматы сатып жатыр дейді. Ана ары бері өтіп жатқан тротуардың жағасында отырып алды, жәшіктерін қойып. Бірақ жаңа өзбек сатушысы түске дейін бірнеше жәшігін сатты, түстен кейін тағы бірнеше жәшігін бәрін аяқтап кетті дейді. Ал жаңа қазақ сатушыны қарап отырсам, қарасам дейді, сол таңертең ашқан жәшігімен кешке шейін тұрды дейді да ол кісі. Кейін жай барып әңгімеге тартып, аға мынау қалай болды деп сұрап тұрсам дейді, бағасын сұрадым дейді. Ана өзбек бағасын сұрап алдым дейді алдын ала. Сөйтсем өзбек алтын ұрдан алады екен де, азғандай ғана үстіне қойып, объеммен ұрып жатыр ол. Ана көкем бала шағасын есептеп, мына жақта шығын бәрін есептеп, соның үстіне мынандай қойып қойыпты да. Таксиім бар, уақытым бар, анауым бар. Сол сияқты мен әрдайым айтып жүремін да, сен азғантай қой, бірақ көбірек адамдарға қолжетімді қылсаң, сен ұтасың деймін. Сізбен сөйлескен екен ұстаз, менде мындай нәрсе дүние болды. Кейде, мысалы, мына бір кітапқа үлкен баға қойып қойып, мынаны бір жетті, бірақ кітап әрең сатқаннан гөрі, мынаны бағасын өте қолжетімді қылды, азғантай ғана қойып үстіне, бірақ көбірек сат деймін да. 100 теңгелік затты ұстаз, 100 теңгелік затты ұстаз 50 теңгеден 2 адамға сатуға болады.
20 теңгеден 5 адамға сатып алады. Бәрекелді. Түбі нәтиже 100 теңге. Біз осы жол таңдадық. Жалпы елге бір ыңғайлы болу үшін массаға бағаны төмендетіп қойдық. Қараңыз енді. Мынау алғашқы 2 деңгей elementary pre-intermediate деңгейін үйреніп шығады. Бұдан кейін мына жерде intermediate деңгейін үйреніп шығады. Мына жерде болса бір керемет методикамен жасалған мультфильм. Бұл мультфильмнің ерекшелігі біз кішкентай кезімізде мысалы орысша мультфильм фильмдер көріп жатсақ қандай болатын еді? Түсінбей қалсақ ата-анамыздан сұрайтын едік қой. Сол нәрсенің бір орнын толтыру үшін жасалған дүние. Бұның ерекшелігі мынада. Мынау жүргізетін жігіттің аты Мақсат. Оның бір қызық бір ерекшелігі IELTS-тан 8,5 Манчестерде оқып келген және біздің Қазақстандағы Оксфорд сөздігін аударған жігіт. Енді ол өзінің бағанағы айналасында жүрген адамдар да айтады. Осы мамандарды осы бағдарламаға қатыстырдыңыздар, да? Қатыстырдым. Нақ мамандар ғой. Нақ мамандар кәдімгі шетелде оқып келген. Жай былай өз бетінше үйреніп алған самошкалар емес? Жоқ, кәдімгі маман. Біз өзі айттым ғой, мен бағана онлайн жасауға байланысты дүниелерді, басқа дүниелерді көп қарадық және өзімізден де мықты мамандар тарттық. Араб ағылшындарда S-ті қоссаң көбейіп кете береді. Бірақ араб тілінде басқаша. Сол үшін араб тілін білем деген адамдарға бір құрмет бөлек болады да. Сөз жаттау үшін неше рет қайталадыңыз? Сөздік жаттау үшін мысалға бір сөздікті 100 мәрте қайталаймыз. Бір сөзді, бір сөзді. Бәрелге тәспен алып алып, соғашын көтерген кездеріміз болды. Өйткені басында ол тіл мүлдем жат тіл. Өмірімізде бірінші мәрте естіп тұрған сөздік болғаннан кейін, бірақ уақыт өте ол мынау сан азая береді. Тіл сынады. Тілдегі ана акценттер кете бастайды. Сол тілге төселгеннен кейін, ананың түбірін, кейін грамматикасын оқығаннан кейін, бір түбірден бірнеше сөздік жасауды біліп алдық та, кейін тек қана түбірін жаттауды үйреніп алдық кейін. Түсінікті. Кейін өздеріңіз көбейте бересіздер. Кейін көбейте бересіз. Сол сияқты мынау ағылшын тілінде де мысалға бір түбірін жаттап алып, соны алдынан арқасын жалғау жасау арқылы көбейте ала ма, или бұл несі бөлек па? Бұларда бөлек. Бұлардың бір қызық дүниесі, енді мысалы көбейту үшін S жалғайтын дүниелер бар да. Көбіне S жалғанады. Мысалы көбейту үшін. Енді олай көбеймейтін дүниелер бар, мысалы деген ол сөйлемдерді, мысалы маус болса, тышқан болса, майыс деген көптеген түрі болады. Мысалы пен десе, ручка болса, пен де ғой енді, ал көпше түрі пенз ғой, S жалғай саласыз. Ол бір кейбір ғана сөздер, олар өте аз. Мысалы, маус болса майыс болады деген сияқты көптіктері солай ғана өзгере береді. Ол бір өте аз. Сондықтан да ағылшын тілді бір әлемдегі ең оңай тілдердің қатарына жататын сол. Өйткені тілдің өзі адамдарға үйрену үшін оңай болсын деп өзгерткен ба деген кейде ойлар келеді. Өйткені соншалық деңгейде оңай да, соншалық деңгейде ыңғайлы. Бір бағанағы, шынымды айтсам ұстаз, менің бір қызық дүние, мен 11 сыныпқа дейін ағылшын тілі 0 болған. Мен кәдімгі республикалық дарын мектебін бітірген адаммын, қазақ тілі әдебиетін термин. Сөйтіп, бірақ мен ағылшын тілі 0 болған. Бірақ мен не істедім, өзім Сүлеймен Демирел университетіне тапсырам деп түсіп, 1 жыл сол жерде оқыдым. Өйткені мен сол жерде ағылшын тілін дамыту керек екенін түсіндім. Сөйтіп 1 жыл оқығаннан кейін қарасам, менде андай бір дүние болды. Кәдімгі 1 жылдың өзінде үлкен деңгейге көтеріп жіберді. Бұл тілді білу керек емес. Бұл тілді енді несіміз осы тіл арқылы басқа бір дүниені үйрену керек деп мен Казгуге келіп қайтадан түстім бұл бірінші курстан. Сөйтіп Казгуде бакалавриат, магистратура, докторантура. Сатыватқан мынау көмекшілеріңіз, Айбек. Бұл кісілерді шетелге жіберіп дәл осының практикаға бар ма онда? Бұл кісілер, ол кісілер бізде мысалы жұмысқалардан бұрын, ұстаз, кез келген біздегі сату бөліміне келген мамандарға біз өзіміздің курстарды оқытамыз. Өйткені адам тауардың құндылығын түсінбесе, солай мен айтқым келген. Өйткені мынаны өзі түсінбеген адам өзгеге қалай түсіндіреді деп отырмын ғой. Біздің мақсат сол. Алып келген кезде бұл кісілер оқиды бірінші. Сөйтеді өзі түсініп алып, оның құндылығын түсіндірген кезде анау ән айт, жаның жеп айт деген бар ғой. Сол сияқты ол түсінгеннен кейін құндылығын өте жақсы түсіндіреді. Сондықтан да бұны қанша кім үйренеді. Мысалы мынау мультиктердің бір ерекшелігін айтайын. Мысалы баланың тілінің шығуын айтайық. Баланың тілі ешқашан балаға біреу баланың тілі шыққанша грамматиканы үйретпейді. Немесе бір жазу сөзді үйретпейді. Бірақ баланың тілі шығып қояды. Не үшін? Өйткені ол өте көп тыңдау арқылы. Иә, тыңдалым арқылы дамытады. Ағылшын тілде дәл сондай. Кім көп тыңдайды, кім көп мысалы мультик, фильмдерді ағылшын тілінде көреді, соның тілі дамиды. Енді біз мына бір керемет методиканы жасадық, ұстаз, қараңыз. Бұның ерекшелігі мынада. Қараңыз. Әсіресе бір өкінішті жағдайға байланысты таңданысты білдіреді. You don't look very well. Яғни сен жақсы көрініп тұрған жоқсың. Сен жақсы сезінбей тұрғаның көрініп тұр деген мағына. Қараңыз. Don't worry, I'll ring Dr. Brown Bear. Алаңдамаңдар, уайымдамаңдар дегеніміз don't worry. Айбек, мынандай да мен түсінгенім, мысалға Американың ағылшын акценті бөлек, англиянка бөлек,
кәдімгідей анау диалект дейміз ғой, диалект. Иә, білінеді. Мысалы араб тілінде де мен Мысырда оқыдым ғой. Мысырдың диалектін мен білемін да. Бірақ Сауд Арабияға барған кезде уақыттың диалектін түсінбей қалдым мен. Сол сияқты мына жерде енді жалпы бұл диалекттермен қосып негізі қай жағына акцент кетті қазір сіздердің курстарыңызда? Англия жағы ма или мына жағы ма дегенім ғой. Бізде енді екеуін де қараймыз. Мысалы, бұл кісі Англияда оқып келген кісі. Англияда. Британский английскиймен көбіне алады. Бірақ оларда бір айырмашылық, бір бағанағы өте қатты деп айта алмас едім. Мысалы, сіз белгілі бір заңдылықтарды түсініп алсаңыз, мысалы британецтердің созып сөйлеуі, actually I don't know what to say деген сияқты бір анау like you know chewing lemon деген сияқты бір лимон шайнап жатқан сияқты болып тұрсың дейді. Олар сөйтіп сөйлейді сөйлеген кезде. Ана асығып сөйлеген сияқты сөйлейді, сөздер жұт қойып. Мысалы американецтердің сөйлегені ол деген маған мысалы өзім бастаған кезде мультфильмдерді бірінші британдық ағылшын тілінде бастадым. Көп, мысалы деген айтақ Шерлок Холмс британдық ағылшында түсірілген, King's Speech деген фильм бар, оларда сода түсірілген. Мен соның барлығын британдық ағылшында көрдім. Одан кейін барып, бір уақыт келіп, сонда америкалық ағылшын ұнап бастады. Сөйтті акцент жағын американдық ағылшындарға неғып, кейін сериал мультфильмдер американдық ағылшын. Өйткені произношение ол маңызды. Сол произношениеде ғана сөзді оқуда ғана айырмашылық. Орталықтарда жалпы осы кездескен кәсіп туралы айтқан кезде жастарға көбісі мынау тек қана мотивацияны көп айтады да. Ой, қазір мынаны ашсаң, қырасың, жоясың, керемет байып кетесің, ондай боласың. Дұрыс, Құдай соған жеткізсін. Бірақ мен айтамын да, бұл соңғы жетістік қой бұл. Бірақ соған дейінгі мынаяқтағы жолдарды айтпайды да ешқайсысы. Өйткені ол бірден ондай болып кетпейді. Айтыңызшы, мысалға мынаны дәл өзіңіз секілді жаңағыдай шетелде оқып келген, немесе осы қазгуды бітірген, жақсы оқыған, өзіңіз деңгейіңізде ағылшын тілін меңгерген бір бауырымыз осы эфирімізді көргеннен кейін Құдай қаласа. Сөйтіп ол ойланды. Мен де мына кісі сияқты мынандай курс ашып, болады екен ғой деді да. Осы салада не қиыншылықтар бар, айтыңызшы соны. Қандай қиыншылықтар тап болды, және ол қиыншылықтан шығу жолдары қалай болды? Кеңес бере кетейін, мысалы деген, бұл тек қана ағылшын тілі курстарына емес, кез келген мысалы математиканы білетін болсын, бір саланы бухгалтерияны білсін де, ол бір онлайн курсын жасасын. Онлайн курс жасау үшін бір қымбат платформаны алудың қажеті жоқ. Менің өзім ең басында бастаған кезде сабақтарымды Google формада бердім. Негізі Google форма дегеніміз ол кез келген бір продукт дайындағысы келген адам үшін керемет дүние. Ұстаз ол жерде былай етесіз. Google формаға бірінші видеоңызды YouTube-ға жүктейсіз. YouTube-тан Google формаға сілтеме берсеңіз, бірден Google формадан ашылады. Және оның төменгі жағына тесттерді береді. Ойланып қарасаңыз, біз беріп жатқан дүниенің барлығын қамтамасыз ете алады Google форма. Және оның бір артықшылығы Google форманың қай уақытта балаңыз тапсырғанын білесіз, және неше рет тапсырғанын біле аласыз. Сол үшін бірінші үйренгісі келетін кісілер болса, мысалы кез келген продуктысын онлайн шығарғысы келетін кісілер, бірінші кезекте не істейсіз? Google формаға сабағыңызды қойып, сол жерге дайындауды үйренесіз. Ол бірінші кеңес менен беретін. Енді екінші, қазір кез келген жерде мобилограф бар. Курсыңызды бірінші телефонға түсіріп, кәдімгідей жасап көріңіз. Ол бірден қымбат камера керек емес, қымбат дүние керек емес. Әркімнің өз қалтасында жүрген телефоны оның бір продукт дайындауына көмектесе алады. Яғни ол бір үлкен кез келген адам өзінің онлайн курсын жасай алады. Және оны, мысалы қараңыз, бірінші онлайн курс жасауды үйреттім. Және оған не істедім, қандай площадкада тегін жасауға болатынын көрсеттім. Енді оны сату жағы келеді. Енді мысалы сіз егер мықты маман болсаңыз, бірінші кезекте сарафанный радиода айтылады, сіз өзіңіздің таныстарыңызға ұсыныңыз, және таныстарыңыз таныстарына ұсынсын. Сөйтіп не істейміз? Бұл бизнес деген дүние, мысалы онлайнға кіргенде, бұл бір аққала құраған секілді. Бірінші жақсылап қысып аламыз, домалатамыз, домаланған сайын, дөңгелеген сайын үлкейе береді. Сондықтан да бірінші өзіңіздің таныстарыңызға өзіңіздің курсыңызды ұсынасыз, және олардан кейін отзыв аласыз. Сол арқылы бірте адамдар қосылады. Менің өзіме қатты әсер еткен дүние, ковидтің кезінде, мысалы деген, мен Түркістан облысында өте көп адам жинадық. Ел не істерін білмей қалды ғой. Сол кезде мен елді жинап, сол кезде не істедік? Ағылшын тілін үйреттік. Ағылшын тілін үйреткен кезде бізде өте көп адам не істеді? Үйренді сол кезде. Сонымен президенттің өзінен халық алғысы деген медаль алдық. Кәдімгі өзіме Айбек Шегебаев деп кәдімгі президенттің несімен, қолымен халық алғысы деген медальді берді. Яғни ол дүние не? Сізде бірінші кезекте үйретемін деген не болу керек, және үйренуден жалықпау керек. Ана ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді абай атамыз. Сондықтан да үйретуден жалықпаса, және бір Қалыбек ұстаздың бүгінгі бағдарламасын көріп отқан өзінің онлайн курсын жасағысы келетін кісілер болса, менің үшінші ұстаз деген парақшам бар, инста парақшам. Сол парақшаға біз Қалыбек ұстаздың сабағынан көріп келіп отырмыз, видеодан.
сіз маған үйретіңіз десеңіз, мен сізден келген адамдарға үйретуге дайынмын ұстаз. Бағыт бағдар беруге дайынмын. Тегін үйретесіз. Тегін үйретемін. Міне сөзім сөз. Өйткені бағыт бағдар. Демек, тегін үйретуге дайынмын. Өйткені шарты Қабылбек ұстаздың мына видеосынан келіп отырмын. Мен онлайн курс жасағым келеді дейсіздер. Мен сіздер үшін гайд дайындап қоямын. Сол гайдты беремін. Және сіздің табыс тапқанға дейінгі дүниелеріңізге мен тегін ақыл айтуға дайынмын. Бәрекелді. Ол бір осы бағдарламаны көріп жатқан адамдар үшін бізден бір бонус болсын. Алла разы болсын. Демек, өзіңіз көрген қиыншылық, тапшылықтарды олар көрмесін деп анан дайындап бастап кетуге, не деген көмек мынау? Мысалы мындай қызық дүние бар. Мен ковидқа дейін, мысалы мен сіздерге айттым ғой, бағана менің өзім МИФИ деген Московский физико-технический институттың онлайн курстар жасау туралы сабағын алдым. Эрик Сотланың сабақтарын алдым, онлайн жасау туралы. Өте қатты көп ойландым. 2018-де мен курстар жасадым. Әлі ковид басталмаған. Сөйтіп ковид басталды, жүрді. Бір қызық дүние, мен уақытымды курсты жасауына және соның әдемі болуына көп жұмсап қойыппын да ұстаз. Мен сатуға көп жұмсамаппын. Айбек, жаңа басында қайттан ақшаға оралайық, өйткені жаңа айттым ғой, біз біреудің ақшасын санаған жақсы көреміз. Қанша қалай отыр. Нені айтыңызшы, дәл осы өзіңіз айтқандай мына 30 шаршы метрді бірнеше жұмыскеріңіз айттыңыз. Міне бастапқыда ертең бастайын деген адамға қанша ақшамен бастау керек бұны? Бұны мысалы бір офисті, осындай офисті енді әр қалада әртүрлі. Біз Алматыда тұрмыз. Бір Алматыда квадратурасы біреуі 7 мың теңге. Сонда мынау бір 210 мың теңге кетеді бір квадрат. 210 мың теңге офис. Мынау офистің жалақы төлейтін төлемақысы. Бірақ басынан енді бастап жатқан кісілерге былай барынша 15 квадрат, 10 квадраттың өзі тарлық етпейді. Сәл кетіп қалдық ше? Мысалы осыны мынандай айтыңызшы. Үй жағдайында бола ма? Болады. Мысалы үйінде бөлмесін осындай бұрыш жасап алып, дәл сіздікісінде мынандай орындығы болмаса да, мынандай орындық бәрінде бар да енді. Осы орындыққа отырып алып, бір бөлмесін жасап қойды да, телефон, қол телефон бәрінде бар, интернет үйінде Wi-Fi бар. Сөйтті да, жаңа сіз өзіңіз біздің атымыздан барған жаңағы оқырмандарымызға бастапқы шапкасы ма ол? Бастапқы база. Тегін жасап бердіңіз базасын. Мен ойлаймын да, әрмен қарай мынандай жағдайға да келеді ғой дегенім ғой. Келеді, әрине. Өткен мынау онлайн деген нәрсе мен түсініп тұрғаным, бұған бастапқыда офисінде қажет жоқ деп жатқаным ғой. Солай ма? Солай. Мысалы қараңыз, біз үй жағдайында айтыңызшы. Мысалы 4 бөлмелі үйде тұрады. Ол бір қаланың реалиті жатқан жоқ, ауылда мысалы дейді. 4 бөлмелі үй, кез келген үй 3 бөлмелі үй деп ойлайықшы. 3 бөлмелі үйдің бір бөлмесі бар деп ойлаймыз. Сол бөлме бос тұрады көбіне. Сол бөлмеге бірінші кезекте жарық. Мына жарықтарды қойса, жақсы жарықтарды қойса. Өйткені оқушы адамның несі ынтасы ашу үшін жарық күшті болу керек. Жарық және сол комнатаның бағанағы үйдің мысалы атмосферасын жасамау керек, офистің атмосферасын жасау керек. Мұндай бір тақта ілу және гүл қою бір сол жеткілікті. Қатты шығындаудың қажеті жоқ ұстаз. Ол кәдімгі ол жерде не ауа, кәдімгі үйдің ауасы болмау керек та. Кәдімгі болады ғой, бір офистің ауасын создавать етуге болады, жасауға болады. Сондықтан да үй жағдайында да жасай беруге болады курстарды. Айбек, жақсы. Бұл біз сізбен алғашқы эфирім емес. Мен де алғашқы осын жаңа аштым деген кез өзім қолдау білдіріп, кішкене сұхбат алып өзіңіздің осы неңізді алған болатынмын, енді мынау жалпы болашаққа қандай даму бағдарламаларыңыз бар? Өткен біз болашақта алла бұйырса тағы да біз келеміз мынаған. Керемет. Соған дейін қандай даму жоспарларын айтыңызшы. Біз келесі кезде дәл мен осыдан сұрайды сіздер. Керемет ұстаз. Міне өткенде сіз бүйтіп айтқан едіңіз, сол қаншалықты іске асқан, өткен оқырмандарымыз мүмкін мына қазір алып қойды да сізден қазір. Алып қойғандар бар. Мүмкін ойлауы мүмкін. Мен ол кісіні алып қойғам, Айбектің несін, мен оны көріп тастағам, бәрін қарап қойғам. Жақын қайтемін оны деп. Болашаққа не жаңалықтарыңыз бар? Жақсы, керемет. Қазір ұстаз мынау жасанды интеллект бар ғой, AI дейді ғой. Сол AI өте қатты жатыр. Және сол AI арқасында оқушыларыма, студенттеріме мен не істеймін, сценарий беруді ұйымдастырып отырмын. Ол сценарийдің ерекшелігі, мысалы бұрын бізде шетелдікпен сөйлесу үшін кәдімгі соны жүгіретінбіз. Кәдімгі соны көндіретінбіз, оған ақша төлейтінбіз. Қазір әркімнің үйінде бір шетелдік отыр. Кәдімгі AI-дан алады, диктофон деген жерін баспаса, сізбен сөйлесе береді, олар практика жасайды. Мен мұғалім ретінде, немесе методист ретінде соларға сценарий жазып беру. Яғни бүгін біз мынау туралы сөйлесеміз, сіз мына сұрақтарды қоясыз деп, мен оған бағыт бағдар беремін. Және сол туралы курс жасап жатырмын қазір. Ол кез келген адам, яғни спикинг жасау үшін шетелге шығудың маңызы болмайды. Осы нәрсе, менің өзім қазіргі ойлап жатқан нәрсем, осы продукт жағынан айтатын болсақ, мен қазір ойлап. Одан кейін біздің халыққа жалпы бір чатбот жасау деген дүние бар. Мысалы мен чатбот арқылы
тегін гайдтармен өте көп бөлісу деген дүние. Өйткені мысалы мындай нәрсе, қазір біз 15 мың 25 мың салыстырмалы түрде өте төмен баға ұсынып отырмыз, бірақ оны таба алмайтын адамдар болуы мүмкін. Ынтасы бар, бірақ оларға да түсінікті болу үшін тегін гайдтарды өте көп дайындап жатырмыз. Менің кәдімгі келесі қадам осы. Одан кейін менің бір мақсатым, Шугата Митра деген кісі болған Индияда. Шугата Митра бір дана кісі болған. Ол кісі кәдімгі өзіміз заманда өмір сүрген бір үлкен мықты кісі. Шугата Митра жасаған дүниесі маған ұнайды. Ол Индиядағы произношениелер нашар болады, индиялықтардың да сөйлеген кезде. Солардың произношениесі нашар болғаны үшін, айтылым нашар болғаны үшін Англияда пенсияға шыққан апайлар бар ғой, мұғалімдер. Соларды Zoom-ға қосқан, Skype-ға. Ол заманда Zoom да жоқ, Skype-тың заманы. Мына жақтан студенттер қосады. Дәл менің методикаммен бағана ғана сөйлеп жатыр ғой көлеңке. Hello dears, how are you десе, мына жақтан hello dears, how are you дейді. Сөйтіп мына кісі сөйлейді, мына кісі қайталайды. Сөйтіп Индияда кәдімгі америкалық компаниялар қызмет ететін ағылшын тілді үнділер жасап шыққан ғой солар. Ойлашы, керемет ғой. Мысалы, мынау пенсияда тұр, бұған бір өмірінде мән қалмай кетті. Олардың реалиінде сөйтті не істеді ол? Оларға айтты, сендерде де бір қызық не бар деп проект ұсынды. Сөйтіп сіздер мыналарға сөйлеп отырасыздар, мыналар қайталайды дейді. Сөйтіп көп үнді бағана оқушыларының произношениесін жөндеген ғой солай. Менің де мақсатым, шынымды айтсам, бір америкалық бір нелермен, мұғалімдермен солай жасау. Өйткені олар да пенсияға шықты, олар да не қылмады ғой. Белгілі бір суммаға келісім олармен, сөйтіп біздің студенттермен практика жасау жағын жасасам, мен білмеймін, үлкен бір не болады. Бір екі арада бір алтын көпір жасап қойсақ, яғни кез келген мысалы американдық мағына пенсияға шыққан кісі сол сайтқа тіркеледі, және біздің қазақстандық студенттерді жинап алып үйретіп алатындай. Бірақ төмен бағада немесе біз өзіміздің қаржыландыруымызбен үйретіп алатындай. Болашақтағы жоспар осы. Ол не продуктке байланысты. Ал енді қаржылық жағына келетін болсақ, біздің өзіміз, мен айттым ғой, өте продукт жасайтын кісілер, сіздерге бір кеңес айтайыншы. Продуктпен көп ауырып қалмаңыздар. Бір дүние жасап шыққан болсаңыз, басы бүтін бір дүние болса, соны елге ұсыныңыздар. Сол кезде ғана оның қай жері қисық екені белгілі болады. Ал мен өте көп уақыт тест ете бердім да, бағана халыққа ұсынамын, мына жері мындай, деймін де, жазып, бір идеальный продукт шығарамын деп өте көп уақытын жоғалтқан адам. Сол үшін міне сату жағына келген кезде, менің мысалы мен 18-де бастаған адам, қазір айлық оборот 15 миллион деген аз ұстаз негізі. Мен өзім мойындаймын оны. Қазір 100 миллионның үстінде кетіп қалуым керек та. Мен енді сол қателігін түсініп, қазір сол продукттың іске асырып, қазір шығарып жатырмыз. Шындап келгенде халыққа тиімді қылып. Сол үшін сіз бағанағы белгілі бір дүниені жасап болдыңыз ба, соны шығаруға тырысыңыз. Енді Айбек мырза, жаңа айтқандай, негізінде анау қазақ айтады ғой, жаяудың шаңы шықпайды, жалғыздың үні шықпайды. Жалғыз адам мүмкін емес. Кез келген мықтылардың жанында команда бар да. Мысалы, Месси болсын, Роналдо болсын, Илон Маск болсын, олардың артында көрінбей тұрған команда бар да. Мен қарап отырмын, қазір командаңызды көріп тұрмын, сатушылар, мына жерде отдел продаж дейміз ғой. Бірақ қазіргі таңда мынау таргет деген нәрсе бар, маркетологтар бар, сіздің жасап жатқан жұмыстарыңызды сіз көрсете алмайсыз. Сол мамандарсыз. Енді жаңа білуімше, мына командаңыздағы осының мамандары ғой деймін, Нұрдәулет деген мырза. Соны айта кетіңіздерші, жалпы сату жақтары қалай жатыр сіздер мына жерде? Мысалы, жаңа айтқандай, үй жағдайында бір бұрышын жасап қойды, бәрін. Ал енді мін деген кезде, бірақ есіңіз? Нұрдәулет. Мысалы, Нұрдәулет мырза секілді адамдар болмаса, ол да жасаған жұмысын бізге жетпей қалады. Мүмкін біз оны көре алмай қаламыз. Оған тағы да бір ілі жіберетін Нұрдәулет сияқты мамандар керек па? Солай ма жалпы? Бұл негізі нарықта қазір, мысалы мен продукт жасап болдым. Енді елге көрінуім керек. Оған таргет жіберуім керек. Немесе маркетингге не жасауым керек, реклама жасауым керек. Мысалы, маркетинг жолын құруым керек. Сол үшін Нұрдәулет деген сияқты азаматтар керек болады. Мысалы, бұл кісінің қазір біздің компанияда жасап жатқан қызметі ол таргеттік реклама жіберу. Таргеттік рекламаны Instagram, Facebookқа жібереді. Мысалы, ұстаз, мен егер таргеттік рекламаны жіберетін болсам, мен алуым мүмкін да, не істеп жүруім мүмкін. Мысалы, $100 реклама қойсам күніне, $100 менен 10 адам көруі мүмкін. Ал бұл кісіден күніне $100 50 адам көруі мүмкін. Мен жаңа түсінгенім, мына кісілердікі жаңағыдай 15 15 миллион айына. Жоқ, тапқан табыстың 15%. Мына кісіше? Бұл кісі айлық және бонус. Қанша бересіз? Бұл кісі 200 теңге айлыққа. 200 теңге бөлек. Кәдімгі тұрақты айлық. Одан бөлек пайдадан 10%. Сатылсын, сатылмасын. Бұл кісілер обороттан 15% алады ғой. Бұл кісі пайдадан 10% алады.
таза пайда. түсіндіңіз ғой, таза 200 пайдадан. мың теңге бөлек алып алады. Иә. Мына қалтасына салып қояды Иә. да. Мысалы мен 15 миллионның 50% маржинальность болатын болса, 7,5 миллион болатын болса, бұл кісі сол 15 миллионнан уже 10% алады. Ол кезде Енді жұмысын айтсайшы, мына кісіден көрсетіп жіберейікші. жұмыс қалай бұл кісінің? Микрофон онда Демек, түсінген, мына кісісіз жаңағы үй жағдайындағы жаңа бауырымыз, ол шалғайда отырған адам, мына кісі болмаса, өнімін сата алмай ма? Өнім сату қиын, өйткені ол жерде тек креативті видеолар жасап қана рекке шықпаса, осы кісілердің қызметі керек болады. Ол дүниені жасауда. Ондай кісілерге жаңағыдай бастапқыда ақшасы болмаса қалай болады? мен сізге былай айтайын. Соны түсіндіріңізші. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бана Нұрдәулет менің есімім, осы компанияның маркетолог болып есептелемін. Бәрекелді. Бізде Айбек мырзамен келісім былай болады. Айбек мырза өзі жұмыс жасады, осы уақытқа дейін командасыз, яғни. Ол кісі өзі Инстаграмнан таргет жіберіп жүрді, манағыдай барлығын жасап. Сол кезде команда аз болды, яғни оның күнделікті бюджеті де аз болды. Ал қазір біздің көріп тұрсыздар, 15 қызметкеріміз бар, тағы да бөлек онлайнда жасап жатқан. Ол жерде үлкен сума болғаннан кейін біздің бағамыз да өсті. Ал сіз жаңадан бастап жатсаңыз, нөлден бастап жатсаңыз, сізге үйден Инстаграмға кіріп реклама жіберу, жарнама жіберу, ол оңай. Сіз жалғызсыз себебі. Ал үлкен тұра тұрыңыз, оңай деген сол жерін ашып кетіңізші. Қай жағынан оңай ол? Былай қараңыз, мысалға Айбек оңай дегеніңіз не деген ол? Оны үйде отырып кез келген адам жасай алады. Жоқ, кез келген адам жасай алмайды оны. Мен сізге былай айтайын, менің арнайы ұсынысым бар осы жерде. Айбек мырза өзінің ұсынысын айтты ғой. Төменге парақшаны қалдыратын боламыз. Сол жерге өтетін болса, арнайы бағанағыдай бастап кетуге арналған тегін консультацияны бере аламыз. Ол жерде осылай ашық айтты оны. Оңай деген айта сала оңай ғой. Бірақ ол ары қарай қалай? Ол сізге оңай десең. Үйде Нұрдәулетке оңай ол. Күнде істеп жатырсыз. Компьютеріңіз болатын болса, сіз соны қолдану арқылы телефонмен жіберсеңіз, өзіңіздің бастапқы жарнамадағы жолыңызды бастасаңыз болады. Әрине оңай емес, бірақ білім алып оқитын болсаңыз, ағылшын тілі сияқты. Демек, мынау Space English осы орталықтарыңызға не деп жазсын қазір оқырмандар, чтобы сіздің тегін жаңа қызметіңізді алу үшін бастапқыда. Соны ашық айтыңызшы, не деп жазсын, бір белгі қалдырсын ба? Төменге парақша қалдырамын. Или жүрек қалдырсын ба, плюс қалдырсын ба, не қалдырсын? Мен өзім парақшам Байханен болады. Сол жаққа жазатын болса, мен тегін консультация беремін. Төменге сілтемені қалдыратын боламыз. Біздің қазіргі таңда шектеу жоқ, шектеу жоқ. Кез келген сізден келетін болса, тегін консультация жасауға дайын. Менен келу керек па? Сізден келу керек. Ұстаздың видеосын көріп келіп отырып деген. Өйткені ұстаз мындай нәрсе болады да, кейде адамдар менен келмесе, ондай жоқ па? Жоқ. Ұстаз, өйткені мындай нәрсе болады. Кейде біреулер өзінің Инстаграмын дамыту үшін сіздің видеоңызды алуы мүмкін да. Көбіне парақшалар білесіз ғой, сіздің видеоңызбен хит болып жатады ғой. Сол үшін сіздің видеоңызды алуы мүмкін да, ол өздеріне салуы мүмкін. Сен бердің ғой деп кез келген қазақстанды келуі мүмкін. Сол үшін Қалыбек ұстаздың атынан келдім десе, менің өзім үй жағдайында кәдімгі ағылшын тілі курсын қалай жасау керек екенін тегін үйрететін болдым. Мысалы, бұл тек қана ағылшын курсы емес, бухгалтерлер болсын, математиктер болсын, кез келген бағана онлайн курс жасайтындарға бір кеңес, және бұл кісінің атынан таргеттік рекламаны базалық деңгейде қалай шығару керек өзінің курсын. Демек, мен түсінген Нұрдәулет кәдімгідей біз ана көпшілікпен кездесіп Айбек. Башқаңыз адам психологымыз да. Адамдарды түрлі сөйлету арқылы мен оқимын адамдарды. Мен қазір көріп Нұрдәулет риза да былай айтқан кезде. Енді мына жақта сатушыларды көрейікші. Жалпы сатушылардың деңгейі, бұл кісілердің көңіл күйін қайсымыз жалпы осыны ашамыз? Нұрай. Иә, міне Нұрай. Жаңағы айтылған сол тапқан табысыңыз солай ма? 15% сіздікі, иә? Иә, 15%. Ең бірінші сату маманы деп жатырмыз ғой, барлығы өзімізге байланысты. Ең бірінші осы жерде өзімізге, одан кейін компанияға және өнімге сену керек. Өйткені кез келген жерде жұмысқа кірген кезде өзінің аудиториясы, яғни кімге не ұсынайын деп жатқанын білу маңызды. Өйткені енді қазір қоғамда әртүрлі адамдар бар ғой, осыны да ескерген дұрыс. Және де жұмыс барысында ең бірінші ниетті анықтап алуымыз қажет. Мысалы, біз ағылшын тілін не үшін үйретеміз, кімге үйретеміз, қандай жолмен үйретеміз деген сияқты осының барлық сұрақтарға жауап бергеннен кейін ғана біздің жұмысымыз алға басады. Сіз студентсіз ба? Иә, студентпін. Мына жұмыс неге кедергі болмай ма сабағыңызға? Жоқ, керісінше өте ыңғайлы. Сабақтан кейінгі уақыттарда келіп жұмыс жасаймыз. Сабақтан кейін бұл? Иә. Демек таңертең түскі уақытта мазаламайсыздар. Арнайы сондай құрастырылған әрбір менеджерге байланысты сабақтар әртүрлі ғой себебі. Сол сабақтан шығу арқылы, мысалы, бұл кісілер дәл осы жерге сату маңызды ма, немесе өзің жатақханада тұрасыздар ма? Иә. Жатақханада отырып, мысалы, телефонымен болмай ма? Атмосфера жоқ қой жақта. Сол уақыты болса, мен мысалы бұл жерден алған себебім біздің офис Қазақ ұлттық университетіне өте жақын жерде орналасқан. Сол үшін осы кісілердің ыңғайына көріп, осы жерде алып отырмын.
Әйтпесе бізде мына Әл Фараби жақта офис болды. Бұл кісілер алыс болған үшін мен осы жерге көшіп келдім. Демек, жаңа айтып тұрған жаңадан бастап жатқан сол кейіпкер туралы болып отырған әңгіме. Сол жаңадан бастаған кісі ол көрді, күндіз жұмыстан қол босамай жатыр, немесе ана жақта тағы бір басқа шаруаларынан қол босамай жатыр, бір көрінеді, бір көрінбейді. Сөйтіп мына эфирімізді көргеннен кейін мүмкін ол кісі де түсінді да, мынандай сатушы мамандар керек екен ғой деді де. Сөйтті мына мамандарды айтып жатқан, бұлар да өзінің жаңағы студент екен, осы ағылшын мамандық сондай ма? Мамандық журналистикада оқимыз. Демек тілге байланысты ғой бәрі журналистер. Сөйтіп жаңадан бастап жатқан жаңағы сіздің салаңыздағы адамдар осындай салада кетіп жатқан, тілді оқып жатқан студенттер мен шәкірттермен, өйткені бұларға да жақсы көмек та бұл. Студент болғаннан кейін бәріміз студент болып көрдік қой. Бұларға да жақсы көмек, ана кісіге де жақсы көмек та. Мына кісілермен байланысып осылай саттыра алмай ма? Жаңадан бастаған кісілер. Сыртта жүріп ақ деймін да. Өйткені ол кісінің офис үйі болып тұр ғой. Мына кісі үйіне алып келе алмайды ғой дегенім ғой. Қызық не бар? Мысалы бізде үйге осы жерде офисқа келетін адамдар көбірек сатады, өйткені атмосфера бар. Жоқ, сіздің қазір деңгейіңізді мен көріп тұрмын. Түсіндім. Нұрдәулет мен қазір көріп отырмын, жаңағы 15 миллионға шейін мен білем, кеше бүгін болған жоқсыздар, онымен маман ретінде мен де кәсіппен айналысамын да, Айбек. Өйткені ол кәсіп деген нәрсе көпшілігіміз соңғы нәтижені көп айтады екенбіз. Қызықтыра береміз. Бірақ көпшілігі жаңағы бұрылып кеткен қиын, жаңағыдай бұрылып кеткен, жүре алмай қалған көшелерді айтпаймыз да ешқайсымыз. Сол үшін мен айтып жатқан жаңадан бастап жатқан кісі, ол да мына 15 миллионға жетеді ертелі кеш. Бірақ бірден ондай болмайды, өйткені оны офис алуға да жағдай жоқ та. Енді ол түсінді. Демек, мынандай маман қайта бір адам болса да, кәсіпте неше адам сатушы? Бізде негізі 8 адам. Енді бірден 8 адам ала алмайды, белгілі. Сізде алмаған шығарсыз. Бір адамды мысалға байланысса, мына кісімен сыртта жүріп байланыс сата ала ма деп тұрмын да. Болады. Негізі болады ғой? Шектеу жоқ қой негізі ол жерде. Мысалы, өзінің танысы болуы мүмкін. Мысалы, бір әйел кісі болса, сіңлісі болуы мүмкін. Немесе ер адам болса, інісі болуы мүмкін. Немесе мынандай или сұрақ мынандай. Или кейбір жастар қазір былай шыққан кезде алдап кетеді да. Мысалы, мына кісі мықты сатушы, анау жаңадан ашып жатқан жаңағы кісіні былай шыққан кезде сол теманы қақпай айтқанын түсініп тұр мына кісі. Сөйтті, кішкене бір ана сатқан бір жерін ғана көрсетіп қою мүмкін. Рейтинг осындай болады, аға қазір кішкене сондай бір қыркүйек айында білесізден сондай бір мертвый сезон дейді ғой. Сатылмайды. Деп қояды да, мүмкін мына кісі анаяқтан басқа өз бір линияны ашып алып кету мүмкін ба? Жоқ, мүмкін емес, өйткені біз доступты Нұрдәулет айтыңызшы. Сондай болып алданып қалмау үшін жаңадан ашылған кісі. Біздің жүйеде негізінен Айбек мырза қазір толық таныстырып отыр. Доступты бұл кісілер сататын болса, кураторлар басқа мамандар. Яғни ол өзіміздің мамандар, ол онлайн отырма. Әрбір ашылған мұғалімнен мысалға біз сабағын берген кезде өзіміз доступты ашып береміз. Яғни жүйеде тұрады әрбір сатылған адам. Банағы номермен, атымен, қай жақтан сатып алғаннан кейін. Албек мырза толық сол системаны таныстыратын болса. Енді мысалы бастаған адамға айттым, Google форма деген түсіндің ғой? Енді Google форманы бұл кісілер жібере алмайды ғой. Ол мұғалімде болады. Осы жерін айтыңыз, осы жер ретінде. Мұғалімде, Excelде қанша адам жібере алмайды. Жібере алмайды бұл кісі. Бұл кісі доступ жоқ. Мұғалім ретінде мен курсты өзім жайлайын, бір жерге орналастырамын. Дәл осы Space English'ның атынан өз жеке Google-дар аяқтан жібере алмай ма? Мүмкін емес. Ондай істей алмайды. Мысалы, бұл Google форманың негізінде де мүмкін емес, және біздің платформада бұл кісі бізде чат болады. Бұл кісі администраторға жібереді, төлемді жібереді, чекті жібереді, және несін жібереді, толтырып жібереді. Сол кезде мысалы данныйларын жібереді екен, ақпаратты. Сол ақпараттың негізінде ол оған несейді доступ ашады, яғни. Қандай керемет курс жасаса да адам. Адам бірінші өзін сынаушы ғой. Мысалы, мен өзім сынап жүрдім. Сөйтіп бір күні Назарбаев зияткерлік мектебіне дайындайтын бір досым менің курсымды алды да сат бастады. Қараса өте көп адамнан нәтиже болып жатыр. Сенесіз ба? Менің сонша дүниені жасап қойғам, бір сенім өшіп жатқан кезде, бір басқа бір адамның менің курсымды алып, пайдаланып, және оны орыс тіліне аударып алған ғой, дәл сол дайын күйінде орыс тіліне аударған. Өйткені көріп тұр ғой, ол жасап тұрған. Орыс тіліне аударып, өте үлкен ақша жасап жатқан кезде, менің сенімім қайтадан оянған кездер болған. Сол үшін продукт жасаған кісілер ешқашан үміттеріңізді үзбеңіздер. Өйткені сіздің миыңызға ол идея келді ма, демек ол іске асады дегенге сіздің миыңыз оған рұқсат беріп отыр. Кейін нені айтшы Айбек? Мысалы мынау қазір сатушылармен қазір көріп тұр, қазір төртеуі да. Енді бұларды жаңа айтқандай шәкірттер, студенттер емтихан уақыты болып жатады, басқа болып жатады.
мүмкін бүгін төртеуі де келмей қалды да. Оның орнын басатын нелер бар ма? Альтернатива бар ғой. Мысалы бүгін, мысалы бұл кісілер бүгін келе алмайтынын білсем, мына кісіге айтамын, рекламаны тоқтат бір күнге деймін. Бір күнге тоқтатады. Сөйтіп біз не шығынға кетпейміз ол күні. Сөйтіп бір күн өткізіп болған екен. Демек сол күнгі таргет тоқтату керек қой, иә? Тоқтату. Сумманы өшіріп қоямыз біз. Демек Нұрдәулет маңызды екен ғой. Нұрдәулет маңызды. Маған көбірек бонус бере бер. Иә, ол бонус бар бұл жігітте. Маған ренжітуге болмайды екен. Бұл жігіт өзі осы салада жүріп, маған ренжітпасаң ана таргет тоқтатпайды да бұл же. Жоқ, бұл кісі ана лентаң айнала береді. Картада осы кісіде. Бәрін осы шешіп алды. Байқадым, маңызды адам екен. Иә. Енді жалпы ұстаз, бұл кәсіпте негізі болашағы өте көп кәсіп қой, негізі үлкен кәсіп та бұл кәсіптің. Өйткені мысалы менің өзім ағылшынды үйретіп жүрмін ғой. Кез келген кімде не білім бар, соны онлайнға өткізіп, соны елге көрсетіп, содан бір ақша таба алады. Демек Айбек, мына енді қорытындылайтын болсақ, біз осыған дейін кәсіп деген нәрсені кәдімгі заттай түсініп келдік та. Кәдімгі затты сатып алады, шетелден болсын алғызады, үстіне өзінің пайдасын қояды да, шығын бәрін шығарып, соны сатады қосып. Сол үстіне пайданы, соны кәсіп деп келдік. Бірақ қазір жалпы қазақ аудиториясында мынандай білім курстарын кейбір адамдар бұны кәсіп деп қабылдай алмай жатыр да. Иә. Бірақ кейде айтып жатады, бұл неге сатылып жатыр? Жоқ, мен жаңа айтқандай білім сатылмайды ешқашан. Өйткені білімнің құны жоқ. Ол ағылшын тілі болсын, араб тілі болсын, ол кезген ғылым. Бірақ бұл жердегі сатылып жатқан бұл еңбек, неде қызметкерлердің жалақысы, және мен бұл саланы өзім қолдаймын. Өткен жаңа айттым, шетелге көп шығамын. Мен көріп жатырмын кәдімгідей. Шетелде кәдімгідей тілің байланып деп қаласың, айтқың келген нәрсені айта алмастан, жеткізе алмастан. Бірақ қазір қарасақ, осы тіл білмегендіктен арада жүрген андай нелер көп та, посредниктер дейміз ғой. Мүмкін ана кісімен ағылшынша басқа нәрсе сөйлесіп тұрады да, саған мүмкін басқа нәрсе айтып тұрады. Бірақ сіздердің осы көмектеріңізбен мен кәдімгі үлкен нәрсе көріп тұрмын да. Болашақта жалпы халық осы салада тілді дамытқан кезде өздері тікелей шетелге барып, Қытайға барса да, Дубайға барса да, Америкаға барса да, өзінің саласы бойынша тікелей соның қажет болса заводтарына барып, маманмен тікелей сөйлесу, ол үшін тіл керек та адамға. Сол жағынан қарап отырсақ, бұл тиімді кәсіп деп қолданғым келеді да. Өйткені сол тіл білмегендіктен сен кәсіппен айналысасың. Шетелден шыққан Қытайдың немесе Еуропаның, Американың заттарын алғызып сатып жатсың. Сен соны кәсіп деп тұрсың. Бірақ сен тіл білмегендіктен арада қанша адамдарға шығынданып жатсың да. Тіл білсең, демек сол кәсіп арқылы тағы да көп жетістікке жетудің соған көмекші екен деп мен білемін осы жолда, Айбек. Мысалы, ұстаз, бір өшірді айтып кететін дүние, қазақстандық оқушыларға 8-9, 10 сыныпта Flex деген бағдарламамен Америкада өмір сүріп келуге мүмкіндік бар. Бірақ біздің қазақ тілі аудитория осы мүмкіндікті білмейді, көрмейді. Өйткені мен байқаймын көбіне мына орыс тілді аудиторияда қалада тұратындар ғана біледі ол мүмкіндікті. Біздегі мысалы қазақ тілді аудитория оны білмейді. Неге Flex деген бағдарлама 8-ші, 9-ші, 10-ші класста кәдімгі Америкаға барып, ол грант бөлінеді. Және ол үшін сіз ақша төлемейсіз, өздері төлейді. Және соған кәдімгі стипендия береді. Мысалы, осы бір мүмкіндік. Одан кейін университеттер бар, бағанағы түрлі университеттер гранттар бөледі. Студенттік кезге келсе, оны да білмей жатады. Және одан кейін болашақ бағдарламасы деген бір керемет бағдарлама бар, мемлекеттің берген. Ол бағдарламамен де кәдімгідей мемлекет сізге грант беріп, оқып қайтуға болады. Ойланып қалсаңыз, ағылшын тілін білу адамға үлкен мүмкіндік. Мысалы, осыдан 10 жыл бұрын мен ағылшын тілін бастаған кезімде, 10 жылдан да көп екен ғой, 15 жыл бұрын бастаған кезімде, ағылшын тілін осыдан 15 жыл бұрын бастаған кезімде біз мұғаліміміз айтатын, Назгүл деген кісі, қазір ағылшын тілін біліп соны артықшылық деп ойласаң дейді. Болашақта білмеу кемшілік болады дейді. Керемет сөз ойланып қарасаңыз. Сол мен сол үшін барлық ағылшын тілін үйренем деген кісілерді ағылшын тілін үйренуге шақырамын. Және қазір үйренудің жолы өте көп. Соның бірі біз бір жолы сол үшін Space English KZ деп жарнама жасап кетсем қалай болады? Ал құрметті оқырмандар, енді қорытындылайық. Мына жердегі мынау жалпы жұмыскерлердің кішкене уақыттарыңызды алдық, айыпқа бермаңыздар, алтын уақыттарыңызды бөліп бізге уақыт ажыратып, кеңселеріңіз, есіктеріңізді айқара ашып, дастархандарыңызды жайып, керемет бір қазақи қонақжайлықты көрсеттіңіздер. Алла ұжымдарыңызға берекет берсін. Алла ауызбіршіліктен айырмасын. Қандай мақсат мұраттарыңыз болса аман есен жете беріңіздер. Құрметті оқырмандар, мен сөздің басында айтып кеткенімізде біздің төрт құбылаң тең болсын деген YouTube каналымызда, арнамызда жобамыз бар.
Ол бірінші құбыламыз ол руханият жобасы, екінші жоба ол отбасы. Әр айда білесіздер, кейде 2 айда бір мәрте бақыт отбасының формуласы атты біз осындай офлайн кездесу өткізіп келе жатырмыз. Және үшінші құбыла ол денсаулыққа қатысты. Бүгін осы келгеніміз бұл мынау табыс, табыс, кіріс, бизнес, кәсіп, ол біздің бір құбыламыз. Міне Аллаға шүкір сол осы жобамыздың алғашқысы болып Айбек мырзаға бұйырған екен. Осы арнамызда әрдайым алыстамаңыздар. Және сол 4 құбылаға қатысты саладағы мамандар төменде сілтемен қалдырам. Соған басу арқылы біздің көмекшімен байланыста болыңыздар. Дәл осылай сіздің кеңсеңізге, сіздің жұмыс орныңызға, сол кәсібіңізге біз барамыз, баруға тырысамыз әрине, уақытымызға бәрін ескере отырып. Бәріміздің мақсатымыз тек қана айтып қана қоймай, өйткені біз әрдайым жалпы офлайнда, онлайн сұхбаттарымызда айтып отырамыз. Мына маманмен кеңесіңдер, әр саланың мамандары бар, соған жолыңдар деп тек қана сөзбен емес, өзіміз арнайы сіздерге сол жол көрсетейік деген мақсатпен арнайы өзің көмекшілерімен бүгін мұны бастадық. Алла қаласа сіздің де осындай кәсіп кеңсеңізге баруға дайынбыз. Тіркеліңіздер, бізбен хабарласыңыздар. Сіздің де осы елге көрсете алмай жатқан қаншама мықты майталман кәсіпкерлер бар. Бірақ кейде ел танымай жатыр, жастарымыз танымай жатыр. Кейде қарап отырсақ, жалпы қоғам тануы қажет болған адамдар перденің артында көлеңкеде қалып қойып жатыр. Ал арзан күлкі, арзан дүниелерді былай көрсеткен кезде сол қымбат секілді көрініп қалып жатыр да қоғамда. Бірақ мен айтар едім, қазіргі заманның негізгі батырлары осы кәсіпкерлер. Өткен жаңағындай өзінің ақшасын салып тәуекелге барып, осындай кішкентай нәрседен үлкен нәтиже көрсетіп жатқан негізгі саланың батырлары деп мен білем. Өзім де осы салада келе жатырмын. Сіздерге де жастарға осы бір құбылаңызды түгелдеп алыңыз, қолыңыз ұзын болсын. Қазақ атам айтқандай, әр қазағым бай болсын, аман та жолғайық.